Қайырлы күн баршаңызға, Тәтті әлем каналына қош келдіңіздер. Бүгін картоптан осындай котлет жасайтын боламыз. Тез әрі және жылдам дайындалатын болады. Бізге алдын ала қайнатылған осындай картоп және сәбіз қажет болады. Суыған соң тұзымызды салып, жақсылап картопты езіп алатын боламыз. Картоп пен сәбізді біркелкі етіп езіп болғаннан кейін бір жұмыртқамызды салатын боламыз. Енді ұсақтап туралған ас көгімізді салып және артынан ұнтақталған нанымызды салатын боламыз. Жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып алатын боламыз. Енді котлеттеріміз жасайтын боламыз. Қатты үлкен қажет емес, себебі қуырылып жатқан кезде бөлініп кетуі мүмкін, сынып кетуі мүмкін. Сол себепте орташа жұқа етеміз. Барлық котлеттеріміз жасап болғаннан кейін табамызды орташа қатты отқа қоямыз. Бірінші лайфхак, менде осындай пергамент қағазына пісіріп көрдім. Майды көп құйған жоқпын, кішкене ғана құйып, екі беті қызарғанша пісіріп алдым. Қалған бөлігін осындай пергамент қағазынсыз, осындай кішкене сұйық май құйып, екі беті қызарғанша қуырып алдым. Котлеттеріміз дайын болды. Мінекей екі беті де қызарып шықты. Тез дайындалады және өте дәмді. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.